Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабағымызға қош келдіңіздер. Қазақ тілі пәні 6 сынып. Сабақтың тақырыбы әлемдегі таңғажайып кітапханалар. Оқу мақсаты әлеуметтік мәдени, ресми іскери тақырыптарға байланысты диалог, монологтердегі көтерілген мәселені талдау. Мәтіннен негізгі және қосымша ақпаратты, көтерілген мәселені анықтауға бағытталған нақтылау сұрақтарын құрастыру. Үстеудің мағыналық түрлерін ажырату, түрлендіріп, қолдану. Бағалау критерийі. Мәтінде көтерілген мәселені талдайды, негізгі, қосымша ақпаратты, көтерілген мәселені анықтайды, сұрақтар құрастырады. Үстеу түрлерін ажыратады, синонимдік қатарын қолданып жазады. Оқу мақсатына негізделген сабақ мақсатына жету үшін ең бірінші қадамымыз тыңдалым тапсырмасы. Тыңдалым тапсырмасын мұқият тыңдай отырып, маңызды ақпараттарды түртіп аламыз. Адамның ішкі құрылысында кезігетін барлық аурулар психологиямен тікелей байланысты. Көңіл күйдің түсіңкі болуы, үлкен мидың шаршауы, тағысын тағы. Сол үшін де жақсы кітап рухани азық. Сау денелі болудың таптырмас дәрісі. Сондай-ақ кітап оқудың тағы бір ерекшелігі ұзақ өмір сүрудің кепілі. Жапония медицинасы осындай қорытынды шығарып отыр. Олар кітап оқу үлкен миды үздіксіз қозғалысқа салады деген пікірде. Ал әлемдегі таңғажайып ірі 12 кітапханамен таныссыздар ма? Ендеше біз назарларыңызға ұсынамыз. Мұрағатында 5 миллион кітабы бар кітапхана бар екенін білесіз бе? Әуесқойлықпен бір-бірлеп кітап жинауды бастаған Джой Уокердің үйі бүгінде әлемдік деңгейдегі ең таңғажайып кітапханалардың бірі. Мұндай кітапханалар аз емес. Олай болса, әлемнің таңғажайып 12 кітапханасымен таныс болыңыздар. Швейцариядағы Сен-Галь абатындағы кітапхана орта ғасырлық кітаптарға бай. Соңғы санақтар бойынша мұнда 160 мың кітап бар екені анықталған. Оның 400-ге жуығының жазылғанына 1000 жылдан астам уақыт болды. Ал әлемдегі ең үлкен ғылыми кітапхана Ирландияда. Мұнда көне манускрипт, карта және ноталар да сақталған. Мыңдаған қолжазбалар мен мерзімді басылымдарды қорында сақтаған Прагадағы Строговск монастырының кітапханасының негізі 1149 жылы қаланған. Джой Уокер америкалық өнертапқыш. Оның Риджфилдегі үйі адамзат тарихындағы ең үлкен көп деңгейлі лабиринт тәрізді құрылған кітапхана. Онда 50 мың кітап және музейлік деңгейдегі артефакттар бар. Орында 11 миллион кітабы бар. Ел университетінің кітапханасы да әлемдегі сирек кездесетін кітапханалардың біріне жатады.